Hello everyone. Today we are going to learn about verb phrases. Today is our new vocabulary. Бүгінгі жаңа үйренетін сөздеріміз ол verb phrases, етістіктер. Қандай күнделікті өмірде қолданатын ең қажетті деген етістіктер. The first is go out at night. Let's repeat after me. Менің артымнан бір қайталап отырыңыздар. Go out at night. Go out at night. Түнде көшеге шығу деген мағынаны білдіреді. Play computer games. Play computer games. Компьютер ойындарын ойнау. Do sport. Do sport. Спортпен айналысу немесе шұғылдану. Go to the beach. Go to the beach. Жағажайға бару. Stay at home. Stay at home. Үйде қалу. Play tennis. Play tennis. Теннис ойнау. Walk. Walk. Серуендеу. Play the piano. Play the piano. Пианинода ойнау. Swim. Swim. Жүзу. Meet friends. Meet friends. Достармен кездесу. Relax. Relax. Демалу. Travel. Travel. Саяхаттау. Leave the house. Leave the house. Үйден шығып кету. Carry a suitcase. Carry a suitcase. Чемодан көтеріп жүру. Get a taxi. Get a taxi. Такси ұстау. Wait for a bus. Wait for a bus. Автобус күту. Phone home. Phone home. Үйге хабарласу. Buy presents. Buy presents. Сыйлықтар сатып алу. Book tickets. Book tickets. Билеттерді алдын ала заказ беріп алу. Мына жерде бізде book деген сөзді сіздер осы кезге дейін кітап деп үйреніп келгенсіздер. Енді бұл book сөзінің екінші мағынасы бар, кітаптан бөлек. Ол бір нәрсеге заказ беру, алдын ала тапсырыс беру деген мағынаны білдіреді. Мына жағдайда book tickets билеттерге алдын ала тапсырыс беру деген мағынаны білдіріп тұр.